Ассалаумағалейкум. Қадірменді мотосүйер қауым. Бұл 234 KZ сайтының және Moto Қазақстан Инста парақшасының жетекшісі Самархан Нұрдәулетұлы болады. Бүгін сіздерге Suzuki GSX мотоциклінің қалай нөлден бастап жиналады деп айтпай-ақ қояйын. Нөлден емес, бұл 70% құраулы келетін мотоцикл. Соның жинауын көрсететін боламын. Жалпақ доңғалақ. Доңғалақтың размерлерін көріп жүрейік. 100-90-18 дейді. 400-418 бұл. Алдын 100, біресе 100, біресе 270 әртүрлі жазады. Негізі артық доңғалақтың размерін көрсеңіздер болады. Бірінші қалай істейміз? Мотоцикліміз осылай келеді міне. 9 жолы құраулы, мотор салулы, бактары салулы, орындықтары салулы, боковой бәрі салулы болады. Сосын кейін бірінші дайындайтын нәрсеміз міне мына сияқты. Мына сияқтыдан біреуді дайындауымыз керек. Мына жерге қоямыз. Камераны басқайық. Мынау айнасы, дым қаты жоқ, мына жаққа қойып қойып қазірше. Бәрі шияудан алайық. Салафаннан алып тастайық. Мынау скорысы, мынау жанағы алдыңғы дуганы орнататын. Мынау осылай жата берсін. Мынау аккумулятор. Мынау тағы да жанағы ролдың защитасы. Мынау күтіктің защитасы. Мынау жанағы шырақтардың нелері. Пар дейді ғой орысша айтқанда. Парлардың реңесі. Мынау жанағы астыңғы стендтің несі. Үлкен тірегіштің оқтығы. Мынау жанағы өзінің подаркеге берген күліш, анау мынасы мұны жаққа қоямыз. Мынау да сондай. Осылай дізіп аламыз. Пружинаның жанына қоямыз. Сосын мен мына сияқты нәрселерді лақтырамыз мына жаққа. Сосын кейін болттарды ұзын қысқасына бірдейлігіне қарай жинаймыз мына жерге. Пармен қою керек. Жинап атырмыз, төбесінен түсіру қойшы. Осылай қазы қатарымен қою керек, сонда өздеріңізге оңай болады. Болт түзіп алу керек, ең бірінші жұмыс. Пармен қойыңыздар. Мына сияқтар керек емес, мына жаққа қою керек. Анасы қайда, мынасы қайда деп іздеудің қажеті жоқ. Өсіп қойып алсаңыздар, өте оңай болады. Мына болтты бұрайым деп әуре болмаңыздар, дым қажеті жоқ. Өтірік берген болт бұл. Қойып қою керек бұны. Болды, болтымыз жинақ болдық. Енді мотоциклге кіреміз. Мыналарды ауашалап аламыз. Бір сағат. Бұдағы бір проблеманы айтайын. Мына сияқты артқы амортизатордың болты, міне артқы амортизатордың болтын алып алыңыздар. Бірінші соны салу керек, оны салмасаңыздар болмайды.
көтөрүп саламыз. Bir bolttu жерге кояк, bir bolttu алып аламыз. Bunu саба алмасаңыздар, мына сияқты шайбы бар. Соны сыртынан саламыз. Сосын кейін мынаны бұрай саламыз. Бұны сыртынан ештеңе келмейді, қатты бұрап тастасаңыздар бола береді. Шептің защитасын болтын көрсетемін. Ал шептің болты мына кілт бар ненің ішінен шығады. Міне. Mınaның астына кетеді. Камераға жақты, камера, мына жағын екен ғой, мына камера. Міне, мына қысқа болтты бұрайсыздар, 2 болт бар, біреу ұзын, біреу қысқа. Қысқаны алдына бұрайсыздар. Пока қолмен бұрай тұрайсыздар, одан кейін күрішпен бұрау керек. Арт жағының болты жақсы түспейді бұның. Әуресі бар. Күрішпен бұрап жүрем. Жер сүйрейміз бұны. Boynunu сабаламыз. Бізде мына жағында мына сияқтары бар. Бірінші ешқандай болт бұрамай тұрып, мынаны кигізіп алу керек мынаған. Мынаны кигізіп алмасаңыз, өміріңіз қиындап кетеді. Міне осылай жасап қоямыз, мына жағын кіргізіп алғаннан кейін. Мына жағында мен мойынның болттарын алып келеміз. Мойынның болтын әкелгенде мындай бір тема бар мына жерде. Жаңа мынаның астында тұратын бәле. Бұны болтқа бірге отырғызасыздар. Мойындыкін білесіздер, мынау бағыт былай қарау керек. Бағыт артына қарай қарау керек. 4 болтты да өткізіп аласыздар. Жерден, 3 жерден жасап аласыздар бұны. Мойын апары бұны салмай тұрдың керегі жоқ. 3 жерден құрап аласыздар. Болды міне енді осыны апарып тұр ғой, Бірінші осылай тұрсын міне. Болтты жай ғана отырғызып алу керек бірінші. Сосын кейін барып, көтеріп орнына түсіру керек. Жай ғана қолмен бұрайсыздар. Мына жерде қатпар темірді көрдіңіздер ма? Мынаны тура жаңағы мойынның астына тура келтіру керек. Қолмен өстіп түбіне дейін бұрап алайық. Тепе тең бұрағандарың жақсы. Тепе тең бұрамасаңыздар қазір бір проблема шығады. Соны көрсететін болам. Тепе тең бұралу керек. Бір жағын аласа, бір жағын биік бұрап тастасаңыздар проблема туындайды. Енді қатайтамыз бұны. Головка кетеді кәдімгідей. 10 керек. 22 керек. 17 керек. Мына сияқта керек болады. 14, 17,
12. Мына сияқты колодкалар не болса, ключтар болса тіпті жақсы 12, 14, 13, 16 деген. Мынау енді істетілмейді. Жай ғана. Колодканың 14 керек, 8 керек, 15 керек. Мына сияқты шүкіріш керек. Мына сияқты керек болады. Мына сияқты да керек болады. Мынау күйіштелге істетеміз. Мыналар керек болады. Мынау да керек болады. 13 те керек болады. Міне осылар. Осылармен бүкіл мотоциклдің денесін жинап шығарамыз. Қазір маған 10 керек. Мұндай колодка алғандарыңыз дұрыс. Колодка деп айтып біреулерден жаттап алғам. Қазақшасын білмейміз. Кілт деп айта берейікші. Осылай қатайтамыз. Мұнан түбіне дейін қатайтам деп үзіп тастамаңыздар. Түбіне дейін қатайту қажеті жоқ. Үзіліп кетеді бұл. Қолдың ебімен білесіздер. Өте қатты бұрауға болмайды. Тепе тең бұрайсыздар. Қатайтып болдық. Міне төбесінен түсірші. Міне осылай қатаят. Міне жанағында келді. Бұл болды енді. Енді мына жердегі мыналарды саламыз. Мына жақтан көріңіздер. 8 керек болған. 8-ші колодканың басын айырбастаймыз. Жаңа істеткендердің бәрін осылай қалтаға салып отырамыз. Ыңғайлы болу үшін. Сосын кейін мыналарды алып шығамыз. Бір болт өткізсеңіз болды бұған. Бір болт өткізесіз. Екінші болттарын өстіп қолға ұстайсыз дағы. Екінші болттармен сосын тағы біреусін мына жерде қойып қоясыздар. 4 болтты бірдей алып жүрсеңіздер қиынырақ болып кетеді, жерге түсіп тоқтамайды. Бірінші қолдың шамасын көру керек. Қол қай деңгейге дейін бұрайды, соған дейін бұрау керек. Бірден колодкаға ұшудың қажеті жоқ. Басып тұрамыздағы өстіп бұраймыз. Екіншісі де сондай. Міне біреу сондан алдым. Осы мен үйреткен әдіс тәсілмен істесеңіздер тез құрайсыздар. 100 мотоцикл, 100-дің үстінде мотоцикл құраған тәжірибеміз бар. Сондықтан бұл әттен біздің мотоциклді тез құрау барысында жинақтаған тәжірибеміз. ...234 кезет сайты және Мотоқазақстан Инста парақшасы. Демеуінде басқа ешкім қазақ тілді ютуберлер түсірген жоқ. Түсірсе де мардымды кең ашық тақырыпта түсірмеген. Қысқартып өте шыққан. Ал біз бәрін түсіріп жатырмыз. Болды бұл, Алла қаласа. Енді қараңыздар, енді мұнан сүйреп алып шығу керек. Мына жерде бір нәрсе бар. Барабан тормоз. Мынаны мына жағын асырып қойыңыздар. Өйткені жерге сүйретсеңіздер, ол шашылып қалады. Мына сияқтарын алып мына жаққа қалады. Дәутірек үшін қоямыз. Стенд дейді. Ағылшынша болу керек, қазақша дәутірегіш дейміз. Мына оқты темірмен осыны өткізу керек. Артқы тесігінен келеді.
Басқа жерінен суғып алып қинақсамаңыздар. Осы тесіктен тығып аламыз. Енді көтереміз. Алдыңғы доңғылағы бар. Алдыңғы доңғылақты өшіруге қойып тастаймыз. Сөйтпесек мотоцикл құлайды. Құласа багы майысады бұның. Бак майысқан соң бітті, мотоциклде ең көрініс бар. Арт жағын ауырлату үшін арт жағын басып қойсаңыздар болады. Енді тұрамыз да бұның ар жақ несін саламыз. Пружинасын саламыз. Пружинаны салған кезде міне қараңыздар, осындай бағытта болады. Мынаған түседі. Мына жағы мына жаққа қарайды. Ілгекті бер жағына қаратасыздар. Мынаған саламыз міне. Салғаннан кейін мұндай мықтату еркіңіз болу керек, майыспайды. Бір жақ басын анаған ілейміз. Кейін осылай саламыз. Өстіп салу керек. Жіппен тартып, шымчуырмен, кемпір ауызбен неғылдың қажет жоқ. Осылай оңай салуға болады бұны. Аяқ торымыз бұл. Аяқ торымызды салған кезде мына жағы өр жағына қарайды. Мына жерге қараңыздар. Астын. Мынаның бас жағында тұрған осы ілгекке илейміз. Бірінші мына жағын іліп аламыз. Мына жағын іліп ап, мынаған кигіземіз. Киеді бүйтіп. Кигенен кейін араған іліп жібереміз міне. Ілейміз. Іліп болғаннан кейін мынаны басамыз. Басып итереміз, мынаны итеріп, мына астына түсіріп жібереміз. Сосын кейін мына сияқты бәле бар. Мына тірегіш шығып кетпеу үшін мынаны саламыз. Осылай саламыз да басын қайырып тастаймыз. Басын осындай ату еркімен қайыруға болады бұны. Етпеу үшін. Сосын кейін мына жағын саламыз. Мына болтты шешіп аламыз. Басқыш бойынша келе жатырмыз. Мото Қазақстан Инста парақшасы 234 YouTube каналы. Осылай міне тесігін бәрін туралап алғаннан кейін мына жағын басамыз міне. Басып отырып мына тесікке туралап жібереміз. Сосын кейін арт жағындағы болтты бекіте саламыз. Болт салынды бұл. Мына белдің болтын босатқан кезде 22 керек болады. 22 сол үшін ғана керек, басқа жерге түспейді. Мынаны ұстаймыз 22-мен. 22-мен осы жағынан ұстап тұрып, мына жағы головкамен босатамыз. Тірегіштің болтын іздемейсіздер. G6-терде мына алғанда не болады? Өзінде бекітілу болт бар. Осы болттарды шешіп, тірегіштен саламыз. Аяқ қойғыштан кейін тірегіш кетеді.
аяқ қойғыш тірегіш бірге болған соң мұны аяқ қойғыш деп те атаймыз. Өстіп қатайтамыз міне. Өстіп қатайтамыз міне. Колодка болған жақсы қиналмайсыздар. Енді әлгіндей кірттер болса. Мынаны сынақтан өткізген кезде салып тастаған жаңағы резині бар. Бұны алып тастауымыз керек. Мынаны алып тастап жаңасын салып керек. Мынаны алмасаңыздар бытырлап қалады, бытылдап қалады. Бірт деп қалады. Сондықтан мынаны салу керек. Мынаны бүйтіп саламыз. Сосын күштелді орнатамыз. Күштелдің болтын тауып алайық. Болты міне мына сияқты болт болады. Бұның басына киетін, міне жерден көріп алыңыздар, мына сияқты киеді. Мынаған орнатып дайындап қоямыз міне. Размерін айта кетейін. 1/4 екен. Ал енді күштелді алып келеді. Міне мына сияқты сары қағаз болады, алып тастаймыз бұны. Алып тастағаннан кейін осыған туралаймыз. Мына жағын ілеміз, мына жағын іліп қоюларыңыз керек. Сосын жаңа болтын бұраймыз. Бірінші қолмен бұраңыздар бірінші. Осылай бұраймыз. Қолмен бұрап алыңыздар бірінші. Қолдың күші қай жерге дейін жетеді, әрбір болтты қолдың күші жеткен жерге дейін бұрап алу керек. Одан кейін барып кілт істету керек. Алған осы отверткінің арт жағына мынаны орнатамыз. Мына енді менде қуып тұр. 100 қанша мотоцикл құраған трещотка. Денсаулықтан біраз кетіп қалған енді. Бұлай артына орнатамыз дағы, мынаны енді мамалатамыз бұлай. Екі жағын тең бұрайсыздар. Бұны мамалатып отырып бұрау керек. Бұны жақсы бұрамасақ, қытылдаған дұрыс шығып қалады. Болдық міне. Болды міне, қараңыздар міне. Бостық қалтырған жоқпын. Енді өте қатты бұрап үзіп жермеңіздер. Жетісінше өзінің заңдылығы бойынша бұраңыздар. Келесі басқыш. Алдыңғы балшыққа қарты саламыз. Крыло деп жатады. Соны саламыз. Мына сияқтыны орнатамыз. 13 бұл. 13. Мынаны босатамыз. Мына жақтарын босатамыз. Босатып бірақ алып алу керек бұны. Алғаннан кейін міне өстіп босатамыз мыналардың бәрін. Крыло отырғызамыз бұған. Міне крылоға отырғызамыз бұны. Жаңағы 3 болтты отырғызамыз. Бұны жерден істеп алған ыңғайлы. Жерден істеу керек, бұны шешіп ап. Қолмен қатайтып алғаннан кейін трещоткамен істейміз. Міне трещоткамен бұрап қатайтамыз. Үзіп жермеңіздер. Қолдың күші келгенше осылай жасау керек.
Енді қараңыздар, 13 саламыз мынаның басына. 13 салғаннан кейін міне мындай тема бар. Мына болтты ашып тастаймыз. Бұралып кеткен соң болды, қолмен шешіп салуға болады бұны. Шешіп аласыздар да орындыққа қоясыздар мына жерге. Екіншісі де солай жасалады. Екінші жағында шешу керек. Амортизатордың ұстап тұрған болты деп айтуға болады бұны. Жұмсарту таяқшасының болты. Енді амортизатор дегенді сөйтіп қазақшалап жатырмыз енді. Қазақ мемлекет болған соң әр нәрсені қазақша саламыз. Бұны жерден былай істеу керек, міне. Жаңа ана жерден шешкен болттарды мына жерден мынаған жасап аламыз. Мынау әдіс басқышымен құрасаңыздар, дым шаршамайсыздар, білмейсіздер. Біз бір күнде 4-5 мотоцикл құрай саламыз. Ал міне осылай орналастырамыз. Мына болттарды шамалы қолмен бұрап қоямыз, түсіп кетпес үшін. Сосын кейін мына тоқтардың бәрі, қазір көрсетемін, бәрі бері қарай кету керек. Бері ішіне кету керек. Ішіне жіберіңіздер. Өйткені қыршып қалады. Әптен жіберіп. Міне барлығы мынаны ішіне жібереміз. Мына жерде қақ қалмас, мына жерде қалатын болса қысып қалады. Екінші жағында солай істейміз. Жаңағы болттарымызбен міне осылай болтты тағы да қолымыздың шамасы жеткенше бұрап аламыз. Мына жағы да сондай. Бірінші болтты мына сыртқы болттан тесігіне туралап аламыз. Сосын кейін барып мынаны сұғамыз. Сосын кейін мынаны итеріп тұрып бұраймыз. Не осылай бұраймыз. Бұл жер біраз қол тұруға ыңғайсыз, қиынырақ болады. Осылай орналастырамыз. Болды міне. Жалпы көрініс міне. Салынған жерлері міне. Мынаны салдық, ролды салдық. Ендігі басқыш. Мынаны қатайтамыз. Екі жағын тең бұраңыздар. Крылон абайлау керек, өте қатты тұрсаңыздар, мынаны кір ұшып кетеді. Өйткені мына жұмсарту таяқшасы ары-бері ытқып кететін болса, мотоцикліңіз қисық жүретін болып қалады, бұраңдап билейтін болады. Билейтін болса, сізді жырғып кетуі мүмкін. Негізі қазақша аудармаларды Google Translate'тен алғаны дұрыс. Өйткені ол жерде дұрыс атаулар береді. Мысалы жаңа амортизатор дегенді негізі Google Translate'тен қазақшасын көру керек. Айып етпеңіздер, мен көрген жоқпын, өз ойымнан жұмсарту таяқшасы деп айтып жүрміз. Мына жағын енді осылай 13-пен бұрай саламыз бір жағынан. Болды міне. Екіншісінде солай.
бір былқ ете түскенде болды деген. Мынау жаңағы кілчіктің қорғаныш пластмассы защита деп атамыз ғой. Ол мына болттардың арасынан шығады. Бізге көмекшіні түсіріп қойшы. Осы кісіде 50 шақты мотоцикл бұраған. Қиын өзі. Арасында осы кісі болмаса жұмыс бітпейді. Міне мына қалпақшасын бірге кигізіп аламыз. Екіншісінде солай істейміз. Бір-біріне былай, аха. Ендігі тема. Міне 3 бұрышты кигіземіз. 1/4 размері. Сосын кейін мына жерде шұңқырлар бар. Осыған бұраймыз бұны. Өстіп бұраймыз. Мына жерге әкебап оны. Талай қиналғамыз біз. Қолыңнан анау түсіп кете береді. Ығын білмеген соң жұмыс адам шаршатып жүреді. Ал өзінің қағидасымен, өзінің ритмімен істесең жұмыс, адам рахаттанасың, кайф аласың. Бір нәрсені қайта алып, қайта шешіп, қайта салған деген жүрек қана айналсын, теріс айналдырып жібереді. Оны түсінесіздер. Мынаны көтереміз да, басып тұрып, астына тығып жібереміз. Міне болды, міне. Сән болған шығар. Осылай орналастырамыз. Бұның астында бір 2 болт бар, мұның астында. Не? Жақындап көрсетші. Мынаны бұрауды ұмытып кетпеңіздер. Мынаны бұраған кезде де қазір бұрақ көрсете салайын. Мына трещотканың басына 10 түседі оған, 10. Мына 10-ды орнатамыз. Мына арт жағынан мынаны кигіземіз. Мына жерден тығып жібереміз дағы. Мына төктері бар, анасы бар, мынасы бар. Бұған оңай жуытпайды. Өстіп саламыз дағы, міне осылай бұраймыз. Мына сияқты тұрады ағаш. Оны шешіп тастаймыз. Басқышпен келе жатырмыз. Енді осы видеоның ритм бойынша жұмыс жасасаңыздар өте оңай құра аласыздар. Мынау бұралады бүйтіп, сыртқа қарай бұрау керек бұны. Сосын 10-мен шеше саламыз бұны. Бір бұралып кеткен соң болды, қолмен бұрай салуға болады. Екіншісі де сондай. Бәрін қолмен бұрап шешіп аламыз. Қайта қалпына келтіреміз дағы. Балшық қағарды саламыз. Балшық қағарды бұрай саламыз. Бұл алдыңғы доңғалақтың балшық қағары. Артқы доңғалақ деп ойлап қалмаңыздар. Алдыңғы рол тұрған жерде алдыңғы доңғалақ тұрады деп қалжыңдап қойса. Біледі ой енді бәрі. Білгендерде соны бірдеңені қайта құрап, қайта шешеміз да. Әдіс қағидасымен істейік деп осы видеоны түсіріп отқан жайымыз бар. Өзіміз өндіре алмасақ та Қытайдың қоқсығын құрап үйренейік. Негізі мотоцикл деген нәрсе Қазақстанда өндіруге болатын нәрсе ғой. Мотор бар, өлік қой. Қаншама қаржымыз миллиардтап, триллиондап Қытайға асып жатыр. Болашақ жастардікі, жастар ойланыңдар. Ішіп жеп, ән айтам, анау болам, мынау болам демеңдер. Бизнесмен болыңдар, завод көшіріңдер, IT саласын меңгеріңдер. Шетелді тонауымыз керек қой. Шетелден табыс тапсақ, шетелдің ақшасын Қазақстанда жарататын болсақ,
Бізден мықты ұлт болмайды мына әлемде. Территория деген мынау әлем бойынша 9-ші орында тұрады. Мұндай территория ешқандай ұлттың түсіне кірмейді. Армандамай-ақ қойсын. Сондықтан осындай кең жағында кедейлік бізге жараспайды. Ән айту бізге жараспайды. Ғалым болам, өнер үйренем деп талпынуымыз керек. Енді алдыңғы доңғалақты саламыз. Алдыңғы доңғалақты келеміз. Мына жағында бір тұратын несі бар. Білесіздер. Қазір көрсетем. Не, мындай болады. Мына шоқырға тігу керек. Осылай тығып алғаннан кейін мынаны түрегелтіп соғу керек. Осылай осы мөлшерде таятасыздар дағы. Мына сыртқы барабан тормозды салу керек. Осылай саласыздар. Салғаннан кейін салып болғаннан кейін мына жағын кигізіп аласыздар. Мына біреуді кигізгеннен кейін мына ұзыншақты мына жақтан тығамыз. Кесін бір-біріне қуаламасаңыздар. Ағашпен ұрып жібереміз, жаңа өзінің ағашпен. Болды міне. Сыртқы болтын бекітеміз, енді түсінікті. Міне матышкеміздің көрінісі, міне. Енді мына бақтың сыртын алып тастауға болады. Не көрініс? Жа, ендігі басқыш. Ролдарын саламыз. Защиталарын саламыз. Не, защита деп мынаны айтады. Қолдың қорғанышы деп қазақша айтуға болады. Қолдың қорғанышы, осылай ойлап алыңыздар, осылай келеді. Мына сияқты папканың ішінде болады бұл. Осылай төгеміз. Болттарын да төгеміз бұны. Ұзынды қысқалысы бар бұның. Uzunun bölük, uzunların bölük, kıskaların bölük rеттеп аласыздар. Одан кейін мынаны шешу керек. Мынаны шешеміз. И сосын кейін мынаны аламыз. Арт жағынан өткіземіз мынаны. Жерден құрап алыңыздар. Жерден құрап алсаңыздар оңай болады. Екінші мынаны саламыз. Мынаны салғаннан кейін резинкені саламыз. Бұлай бір-біріне киіп түседі міне. Сосын болтты түбіне дейін бұрап қойыңыздар. Қатайтып жүрмеңіздер, қатайтып тастаңыздар кірмей қалады. Осылай орналастар. Сосын кейін жаңа ұзын болттың біреусін мынаған тығасыздар дағы. Мына жағынан бұрап жібереміз.
Сосын кейін міне қараңыздар, бағыт бағдар бойынша істеңіздер, оны қате бұрап самалып жүрмеңіздер. Міне былай келеді. Міне ролға түскен кезде өздеріңіз ойлайсыздар. Сосын оған қысқа болып кетеді мына жерге. Қысқа болып кетеді. Бір жағын құрап болдық, енді екінші жағын құраймыз. Екінші жағы. Міне мынаны көріп алыңыздар. Мынау міне төмен түседі. Қате бұрап тастасаңыздар, қайта шешіп жүресіздер енді. Өздеріңіз мотоциклге отырғанда осылай екі жағын осылай ойластырып алу керек. Мына жер ғана ауысып кетуі мүмкін. Мынаны өрге қаратай бұрап тастасаңыз, жаңа мотоциклге келмей қалады. Екіншісі де жаңағы сияқты. Мынаны шешеміз. Жерге қоямыз. Сосын кейін мынаны жағына келтіреміз дағы. Мынаны өткіземіз. Мынаны былай өткіземіз. Мынаны былай өткіземіз. Мынаны былай. Сосын сары болтты. Осылай орналастырамыз. Тағы да бір ұзын болтты аламыз да, мына жақтан өткіземіз. Мына жақтан бұрап тастаймыз. Енді мына 4 болтпен мына темірлерді аламыз. Отырғызамыз бұларды. Жерге қоя салыңыздар. Сосын мыналарды қоя салу керек. Бірінші ұзын болтты аласыз. Сосын мынаны біреусін аласыздар. Бірінші мына жағын тығып аламыз. Мына жерде шұңқырынан кіреді міне. Болтты қатты бұрап тастасаңыздар, бұл кірмей қалуы мүмкін. Осылай кіргізіп аламыз. Жаңа май беретін жағы. Ал сосын кейін ұзын болтты ең алдымен мына үстіңгі жағына мынаған өткізіп аламыз, мына жерден бұраймыз. Осылай бұрап аламыз дағы. Қолдың шамасы жеткенше бұраймыз тағы да. Енді екінші қысқа болтты аламыз. Қысқа болтты мына жақтан бұраймыз. Түсіп қалмайтындай, ұршып кетпейтіндей бұрап қойсаңыздар болды. Екіншісінде солай істейміз. Міне бағыт бағдар бойынша түсті. Міне қараңыздар, мына жер. Мынаны өрге қарай бұрап тастаған болса, онда біз уақыт жағынан ұтыламыз. Мынаны да тағы осылай сұғамыз міне. Шыққаннан кейін мына болт кетті, қатты бұралып кетсе, осындай кірмей қалады. Тағы да жаңағы ұзын болтты бірінші өткізіп аламыз. Ұзын болтты бірінші өткізіп аламыз дағы, мына жерге кеп бұраймыз. Сосын қолымызбен қысып тұрамыз дағы. Бір қолмен қысамыз дағы. Екінші қысқа болтта кеп отырғызамыз. Қолдың шамасы жеткенше бұрап тастаңыздар. Сосын міне сияқты төктерін аған суға салыңыздар. Алу қосу болмайды бұда. Өстіп қана суға саласыздар. Екінші жағында да осы сияқты төктер бар.
10 мен мыналарды қатайтып тастаймыз. Болды, міне. Мына бұралатындарды ең алдымен 10 мен қатайтып аламыз. Сосын кейін мына жағы ең маңызды жақ. Осы жақты қатайтамыз. Екі жағында үстіп қатайта саламыз. Енді міне 1/4 осы сияқты 4 қырлы немен мынаны бұраймыз. Мынау май беретін жағы, жаңа газ беретін жағын байқап бұрау керек. Мынаны бұрап тұрып көріп бұрауларыңыз керек. Өте қатты бұраққа мынау қысылып қалатын болса, май газ қайтпайтын болып қалады. Бері шығып кетпейтіндей болса болды, резинке ол шықпай қалады. Жаңағы резинке ананың ішіне барып сінеді ғой, дәу болып. Сосын ол резинке қазір мынау тартсаң шығып тұр, мынаны бұрап тастағаннан кейін шықпай қалады бұл. Мына жағын енді шамаларыңыз келгенше қанша бұрасаңыздар да болады. Бұл жағы ештеңкеге ришат етпейді, әсер етпейді. Болды, міне. Сосын кейін мына қызыл. Мына өзі ары-бері сілкеген кезде өзі орнын таба қалады, бір былай жылжымайтын болып. Сол кезде бұрау керек бұны қатайтып. Бос болады. Бұның астында болттары бар. Қатайта саласыздар бұны. Екі болты бар екі жағында. Алла қаласа мотоцикліміз 90% бітті деп айтуға болады. Енді шырақтарын саласыздар. Шырақтарын өстіп бірінші тығып аламыз. Одан кейін су аламыз. Болттары не осыларды салу керек. Бірінші жаңағы мына темірді алғаннан кейін мына тесіктер бір-біріне тура ма соны көріп алу керек. Тура болмаса туралап майыстыру керек. Екі болтын алып аласыз. Арт жағынан кіргізесіз. Енді алдынан алдын өстіп сала саламыз. Шырақтардың салу басқышы бәрі ұқсас. Және де ассалаумағалейкум. Негізі бұл видео оңай түсірілген жоқ. 2 күн жұмыс уақытын алды. Бүгін тағы жартысын құрайық деп жатырмыз. Кеше уақыт болмай қалды. Уақыт өте жиі болды. Кеше 20 минут құрады. Өздеріңіз видеоның барысында да көресіздер. Енді екінші құрайтын жерлерін құрап көрсетемін. Мынау скорсқа салатын болтын алып аласыздар. Мынаны осылай ары қарай бірақ тығып жүру керек жоқ. Ары қарай бірақ тығып жүрсеңіздер болт бұралмай қояды. Бұны да қолдың шамасы жететін жерге дейін бұрап қоямыз. Артынан набормен қатайтамыз. Міне 10-ші колодканың басы. Орындықты шешеміз енді.
Екі жағы да осылай шешіп, болтты дәл тұсына қойыңыздар. Жоғалады. Бір босатып алғаннан кейін оңай қолмен шешіп салуға болады. Осылай аламыз, жерге тастаймыз бұны. Сосын кейін мына басында мына жерде тағы 10-ші головканың басы түсетін 2 болт бар мына жерде. Осыны шешеміз. Бір-бір бұрап жіберсеңіздер болады, қолмен бұрауға болады. Қайтадан 13-ке өзгертеміз мынаның басын. 13. Сосын кейін артқы амортизатордың несін босатамыз болттарын. Үшіне дейін босатып әкелсеңіздер болады оны. Түспейтіндей үшіне дейін бұрап қоясыздар. Енді міне артқы багажникті саламыз. Ең алдымен мынаған кигіземіз. Үстіп тікесінен кигізесіздер. Тікесінен кигізіп, мына жерде нені байқаңыздар. Мына сымды ортасына қыстыруға болмайды, ол астында тұрсын. Қыршылып қалады. Енді мына жерде 2 болтты бұраймыз. Бір болтты отырғызып аламыз. Бір болтты шықпайтындай бұрап алып, сосын екінші жағына көшеміз, тағы бір болтты аламыз. Жаңағы қатты бұрап сасаңыздар сыймайды, мынау қазірдің өзінде жақсы сыймай тұр. Ана бағана мен айтқан жерлерді бірақ бұрап тастайтын болсаңыздар, салу өте қиын болып кетеді. Жалғыз адам сала алмайсыз. Қазір міне оңай болып отыр. Мына екеуінің арасы талтайып қалды. Сондықтан артқы болтты қатайтып аламыз біз. Ойбай, кәдімгідей жақындап отыр, Жақындайды енді. Енді мынаны сала саламыз. 4 жағында болты болды, енді қатайта салу керек, түп-түзу тұрады. Міне Алла қаласа 95% шаруасы бітті. Енді мына алдыңғы қоржыны қалды. Сосын артқы балшыққа, сосын міне жерде GSX деген несін саламыз. Мотоцикл міне бітті. Айналар енді оңай, бұны үйретіп керек емес, бұны өздерін сала саласыздар. Бұны құрау үшін сіздер бұндай заржелка үйретіп болады. Заржелка деймін, не дейді, шақпақ дейміз, қазір. Бұлай сап аламыз. Көрсетесің ба? Кигізіп болғаннан кейін өртейміз міне олай. Шақпақтың түбімен шықпайтын қып басын майырып тастаймыз. 6 болады мына сияқты өшкеден. Осы 6-ын бірақ солай істеу керек. Осы сияқты газ ұқсап жанатын шақпақ болған дұрыс. Жақсы өртейді бұл. Бұған болт бұрап, болт іздеп керек емес. Өзінің қосып берген болттары бар, бірақ ол түспейді екен.
Bunu Қытайда осылай ойластырған болуы мүмкін, өртей салады деп. Көп кісілер ұқпайды бұны. Бұған болт іздеп әуре болып жүреді. Болт керек емес бұған. Өртей салу керек. Болды міне. Төрт болтын отырғызамыз, мына сияқты. Бір үсті 4-тен 2 жағында 8 болт бар. Басында қалпағымен. Бұл енді оқу-тоқуы жоқ, енді осылай 4 болтты қаттырақ орнатасыздар. Қаттырақ бұра-бара тесіп салу керек емес. Әр нәрсенің өзінің бұрау қағидасы бар ғой. Енді мынаны шешуіміз керек. Міне қараңыздар. Ортадағыны шешесіздер ең бірінші мына. Мына осылай астына осылай кіргіземіз. Сосын кейін көтереміз. Мынаның астына бәрімізде бірінші рет мотоцикл құрағанда сондай қиын жағдайлар болған. Қайта шешіп, қайта істеп, сосын осы тәжірибені жинағанбыз. Ар жағы қалпағын бұраймыз. Қалпақтарын шешіп аласыздар. Болтың ішіне қап қалмау керек, мынаның ішінде. Міне сыртында қалу керек. Оны қысып тастайтын болсаңыздар, мотоцикліңіз жүрмей қалуы мүмкін. Онды аласыз, асты оң бұның. Бер жағын үшбұрыш нелеріме ұстай бересіз. Әтөрке. Әтөрке. Мұны батпаққа қарсы салайық деп атырмыз. Міне балшыққа қарды осылай саламыз. Одан кейін мынаны саламыз. Қарапайым енді оңай бұны сала салу. Осылай мотоциклді өстіп құрап бітеміз. Бәрі салынды қазір міне. Міне 100% жинап болдық. Міне бір мотоциклді құрау міне. Ар кесе жарты сағат уақыт. G6 Suzuki осылай құралады. Қаламыз міне мынау битіп тұрған болатын. Битіп тұрды, міне жерде болтты шешіп алдым, биттім міне. Биткеннен кейін мынау битіп тұрған. Онда биткізіп шешіп алдым да, мынау биттім ғой міне. Биттім деген сөз естіп көрмеген шығарсыздар, Қытайлық акцент қой. Битіп кетеміз. Биткеннен кейін мына сияқты өзінің болттары шығады. Бисмилла деп мына жерде ашамыздағы. Мынаны қиналмай осы жерден қадап алыңыздар. Анау жерге апарып, бұл жерге апарып, уақыт өткізіп, анау жасап керек емес. Сосын кейін айтайын, біздерде запчас бар. Запчас сатамыз. Кез келген запчас осы. Қазақстандағы бар мотоциклдердің бәрінің запчасы бар. Хабарласып жазасыздар. WhatsApp-қа шығасыздар, сайтты ашып қарайсыздар, 234 кезет. Сол жерден аккумуляторлар табылады, коммутатор, тоқ жолдары, бәрі. Сосын осы G6-ті қалай кілсіз оталдыруға болады деген видео бар бізде айтпақшы. Осы каналда іздеп қараңыздар. Кілтіңіз жоғалып қалған жағдайда бұзбай, чақпай, сындырмай кілсіз оталдыруға болады.
мындай үч буручпен бүтүп бурай саламыз. Бурап катайтып мынаны кийгизе салган дурус. Bunu kiyip koysanızlar жанагы жаңбыр тиймейт, суу өтпейт. В общем, замгейни дейм а? Кытайча айтканда дати болмойт, дати деген, датишен деген. Не го? Төктөр жанагы бири-бирине согулса от чыгады го. Сондай болмайды. Мынанын бәрін өш жерден сабабыз. Өш жерден өткізіп, биткізіп, битіп битеміз. Бурап атырмыз. Биткенен кейін мынаны әкеп битеміз. Сосын кейін мына жерге салып битеміз. Мына асыл қайрып әкеп мына жерден сұғып аласың. Өзінің қалпағын басын алай тығып аласың. Осылай бұрағаннан кейін онмен шыңғыртамыз. Енді қақпағын жауамыз міне. Қақпағы дұрыс жауылу керек. Сосын кейін мындай қоңыр болты бар, жоғалтпаңыздар мынаны. Осылай бұраймыз. Дейміз. Міне болды. Мына төмен қарап тұрса, жоғары қаратыңыздар, аз бензин құйсаңыздар. Көп бензин құйсаңыздар, төмен қаратып қойсаңыздар. Полный бак болса. Мынада жүрген кезде бұл 15 километрге дейін жететін бензин ақ қалады бұл. Негізі көбінде оста тұрған жақсы. Аз бензин қалғанда мынада тұру керек. Бекітсеңіздер былай. Не? No Earth Race деген жазулары бар. Осылай. Алла бұйырса біттік міне. Орындығын саламыз енді. Мына жерде киетіні бар астында. Соны кигізу керек мына жаққа. Сосын кейін мыналарды дұрыстап салып керек. Жана болттар бар, білесіздер міне. Орындықтың астында болттары. Онда қолмен бұрай саласыздар. Бірінші әр нәрсенің бәрін қолмен жасап шығу керек. Сосын ең артынан қатайту керек. Екінші жағын бұраймыз. Сияқты 4 болт бар міне. 4 гайкасын аласыз. Гайкасын қазақшалап қалпағы deyip қалпағын аласыз. Мынаны салу керек. Болтты бір талдан алыңыз. Екіден алып алып темірақ болып кетеді. Жаңағы мынаны бұрамаға себебін мен түсіндірейін. Жаңағын бұрап саған бұл. Не мынау алдыдағы тізе қаптың қоржыны бағыт-бағдары бойынша саласыздар міне. Мынаған мына киеді міне. Мынаған кигізгеннен кейін өстіп кигіземіз. Сосын кейін мыналарды мынаға саламыз. Мынаға салып алғаннан кейін мына сияқты зажигалкадан біреу болу керек. Бұның қағидасы осылай. Сосын кейін мына сияқты бір темір дайындап қойсаңыздар болды. Мынаны өртейміз қазір. Мынаны өртегеннен кейін мынамен итеріп тастаймыз.
Бәрін осылай істеп шығасыздар, бәрін. Тез болу керек, ана. Әкел. Жарыққа бүйтмеш. Мынаны ұстай отыр. Міне жаңағыларды күйгізгеннен кейін мына ұқсап бұрташ жалпақ болып қалады, мына шықпайды, міне барлық жағы осындай. Болтпен отырғызғандан да мықты болады. Таза заводский болады. Енді өртетін газдеріңіз болса, мынаны өртеп бірақ жабыстырып саған жақсы. Мына жерде өртеп жерге болады, өртеп бір-біріне қош жерге болады. Бұл несі жаным? Атын айтып кетпеңіз. Жүзге қап. Мына басынан бастап саласыздар. Мына жерде мындай бар ғой. Сол жағынан бастап саласыздар бұны. Не болады? Жерден құрап аласыздар бұны. Мотоциклге апарып жабыстырып, оған уақыт өткізіп. Ебін келтіре алмай не қылудың қажеті жоқ. Жерден істелетін дүние. Басан. Міне 10-ші нөмірлі галутка керек. Сосын кейін міне өзінің 8 болты бар, мұндай гайкісімен. Мына жағынан өткіземіз. Енді бұл түсінікті жағдай енді. Жерден сап аласыздар жалпы. Қолмен бәрін бұрап аласыздар. Мен мына басынан ұстаймыз да бытырлатамыз енді. Өте қатты бұрап жібермеңіздер, ары қарай өте шығады. Пластмасс бұл. Осылай қойдық. Қолдың шамасы келетін неге ғана бұрау керек, қатты бұрасаңыздар. Пластмасс бұл, ар жағын өтіп кетеді. Бұрап тоқтамайды ар жақ. Ал. Құрап шыққаннан кейін осылай болады. Аяқ жағына қарайды, жоғар жағына қарайды. Өз белгілі фотолары бар. Осылай құрап шығасыздар. Сонымен 100% мотоцикліміз құралып болды. Егерде сіздерді арзан сапалы мотоцикл қызықтырса, біздің сайтқа кіріңіздер. 234 KZ сайты.